Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға үндеу. Аса құрметті де қадірменді Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен сағындық Рабатұлы, қаңтар оқиғасынан азаптанып, қайғы-қасіретін тартып отқан отбасы менің әпкем Күлбөбі Рабатқызының және де ол кісінің жары Жеңістұр Момбекұлының жан айқайын сізге жеткізбекпін. Бұл кісінің ұлы Жеңістұр Еркін 01.04.1995 жылы туылған азамат. Осы жол қаңтар оқиғасында 5 қаңтар күні сағат 4-тер көлемінде бейбіт шеруге шығып, сол жерде жараланып, сағат 5-терде Алматы облыстық ауруханаға түседі. Дәрігерлер бұл азаматтың бір бүйрегінің жарамсыз екенін біліп, сол жерде ота жасап бір бүйрегін алып тастайды. 5-ден бері қарай ем қабылдап жатқан азаматты 8 қаңтар күні құқық қорғау органдарынан деген әлде біреулер келіп, ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз күштеп алып кетеді. Сонан бері ешқандай дерек жоқ. Тек 14 күні ғана біз бұл азаматтың Алматы қаласындағы СИЗО деп аталатын 18-ші ұстау изоляторында қамауда отырғанын білдік. Сол жерден тергеушімін деп әлде біреу хабарласып, бұл азаматтың үстінен республикамыздың 272 статьясы және 2 тармақтары бойынша қылмыстық іс қозғалып жатқанын жеткізді. Бұл бапта қару ұстау, жарылғыш зат пайдалану, Қазақстан Республикасының мүлкіне зиян келтірді деген айыптар тағылып жатқанын естідік. Біз баламыздың ешқандай қару ұстамағанына, ешқандай жарылғыш зат пайдаланбағанына, ешқандай мемлекетіміздің мүлкіне зиян келтірмегеніне сенімдіміз. Бар болғаны алаңға барды. Тек өз азаматтық ойын жеткізу үшін ғана. Соңы осылай сәтсіз аяқталды, жараланды, қайтты. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, біз бұл баламыздың денсаулығынан уайымдаймыз. Өзі отадан жаңа шыққан азамат. Ол жерде қандай жағдай жасалып жатқанын, не күн көріп жатқанын білмейміз. Бұл азаматтың ем қабылдап ауруханаға ауысуына және де жалған жаламенен террорист деген атақ тағылып сотталып кетпеуіне сізден араша сұраймыз. Бұл азамат 13-14 жылы азаматтық борышын өтеп келгесін отбасын құрып, Алматы қаласының Шаңырақ шамауданында өзінің отбасын асырап, өзінің тіршілігімен сондағы жалдамалы пәтерде тұрып жатқан. Ол жерде өзінің жары және кішкентай қызының бар екенін ескертеміз. Бұл азаматтың жазықсыз жапа шегіп сотталып кетпеуіне және де денсаулығынан уайымдаймыз.